Гүлбахрам есімі. Гүлбахрам есімі араб тілінен көктем гүлі. Гүлжан есімі. Гүлжан есімі парсы және түрік тілдерінен шыққан. Гүл және жан. Жалпы мағынасы гүл жаны немесе гүлдей жан. Бұл есім әдемілікті, нәзіктілікті және рухани байлықты білдіреді. Гүл болсын есімі тәжік тілінен гүл және болсын, яғни гүлдей жайнасын, гүл сияқты әдемі, көркем болсын деген мақсатпен қойылған. Гүлжанат есімінің мағынасы. Гүлжанат Гүлжамал есімінің түбірлесі. Араб тілінен алынған. Жамал сұлулық, көркемдік, яғни гүлдей сұлу, нұрлы дегенді білдіреді. Сұлу, кейбіреуінің бойы ұзын, дауысы әдемі, күлгені жарасады, сәнді киінеді, суретке түскенді ұнатады, өнерге жақын, танымайтын адамдары жоқ. Бұл оның плюстары. Минустары өзімшілдеу, кей нәрселерге немқұрайлы қарайды. Ғидаят есімі. Ғидаят есімі араб тілінен мерекелік, сыйлық дегенді білдіреді.